Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте керемет королевский ватрушка дайындайтын боламыз. Үйде бар заттармен дайындалады, дәмі керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға ұнымызды салатын боламыз. Толық рецепті описание бөліміне жазып қалдырамын, содан көрсеңіздер болады. Енді шым-шым тұзымызды салатын боламыз. Және де бізге құм шекер қажет. Құм шекердің майда болғаны дұрыс. Енді бізге холодильниктен алынған сары май қажет. Майдалап турап алсаңыздар да болады. Оның үстінен салатын боламыз. Енді барлығын жақсылап құм шекерімізді, майымызды араластырып, осы майымызды онымен крошка дайындайтын боламыз. Майда қылып, майымыз толықтай еруі қажет. Бізде осындай өте әдемі крошка дайын болды. Енді начинкасын дайындайтын боламыз. Бізге творог қажет, және де құм шекер саламыз үстіне. Содан соң қаймағымызды саламыз. Кез келген түрін қолдана берсеңіздер болады творог қаймақтың. Енді бізге 2 жұмыртқа қажет. Барлығын салып алдық. Енді жақсылап осылай вилкамен немесе блендермен езіп алсаңыздар да болады. Вилкамен де өте оңай дайындалатын болады. Творогымызды жақсылап араластырып, осылай сұйық масса дайындайтын боламыз. Барлығы бір келгі араласып болды. Енді осындай ыдысымызды дайындап алатын боламыз. Крошкамызды осылай салып алатын боламыз. Кішкене бөлігін алып қаласыздар бетіне себуге. Осылай барлығын тегістеп, қатты нығыздап басып шығатын боламыз. Кәдімгі тесто сияқты дайын болуы қажет. Шашырап кетпеу үшін әбден басып алыңыздар. Содан соң бетіне сұйық массамызды құятын боламыз. Барлығына бір келік етіп, жақсылап құйып алыңыздар. Біздің ватрушкамыз дайын. Енді бетіне қалған крошкамызды себетін боламыз. Толықтай барлық жеріне сеуіп шығатын боламыз. Алдын ала пештеріңізді қыздырып, дайындап қойыңыздар. Дайын болды. Енді қызып тұрған пешке салып пісіретін боламыз. Өте дәмді пирог. Сіздер де жасап көріңіздер. Біздің пирогымыз дайын. Өте керемет болып шықты. Енді суыған кейін сіздерге кесіп көрсететін боламын. Осылай өте әдемі болып шықты. Осылай суыған кейін кесетін боламыз. Үгітілмей осылай өте әдемі болып шықты. Сіздер де жасап, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп қойыңыз. Күнделікті жаңа рецептер шығаратын боламын. Өте әдемі болып шықты. Дәмін көретін боламыз. Прям өте дәмді, жұмсақ керемет болып шықты.